Бәріңізге сәлем. Бүгін бізде математикалық сауаттылықтың кезекті тақырыбы масштабта. Жалпы формуласын мен осыны ішіне жаза қояйын сразу. Қараңдар. Бізде деген масштабтың негізгі формуласы m тең болады k бөлінген ж. Мына жерден м деп тұрғанымыз енді масштаб, k деп тұрғанымыз карта, ж деп тұрғанымыз жер деп жата салыңдар. Все. Просто картадағы өлшем бірлікті жердегі өлшем бірлікке бөле қойсаңдар, бізге просто масштаб шыға салады екен. Осы жерден бізден картаны табатын болсақ, ол деген ж мен м-нің көбейтіндісі да. Мужской и женский деген сияқты ғой. Мж. Так, осы жерден ж-ны табатын болсақ, бізде к бөлінген м. Мынау деген картаны тапқан кездегі формула. Мынау жер тапқан кездегі формула. Мынау бізде масштабты тапқан кездегі формула екен. Енді қараңдар. Бізде масштаб берілген, бір бөлінген, анау қанша нөл жерде қарайық. Былай, сонда 25 миллион да. Мысалға келейік. Масштабы бізде бір бөлінген 25 миллион. Вот. Бөлу дегенде мұндай бөлшек түрінде жаза саласыңдар. Екі қаланың берілген картада екі қаланың арасы. Картада бізде 12 сантиметр екен. Енді қандар, мына карта деген сөзді мен беру керек қой сендерге. Сосын тағы жатайтын нәрсе, 12 сантиметр, там миллиметр деген сияқты нәрселер болатын болса, ол көбіне картадағы нәрселер болады. Ал өлшем бірліктер, ал мысалға километр, там метр болатын болса, ол бізде уже жердегі ара қашықтықта. Картада берілген екен, и бізде деген сендерге қаланың бір-біріне нақты қашықтығын табыңыз дейді. Нақты қашықтық деген шын өмірдегі екі аралыққа, там Алматы мен Астана деген сияқты. Так, жердегі өлшемді сұрайды бізге. Мен жның формуласын қарайық. К бөлінген м. Ж тең болады К бөлінген м. К деп тұрамыз 12 сантиметр. М деп тұрғанымыз 1 бөлінген 25 миллион. Енді қараңдар, бөлшек, еще оны астын тағы бөлшекті. Мұндай кезде білесіңдер, мынау барады бай көбейту ретінде кетіп қалады. Үстіне көбейтіледі. 12-ні көбейтеміз 25 миллионға. Так, неше шығады екен бізде 25 миллион, 3 көбейтілген 4. 3 көбейтілген 4 аламыз 12-ні, 4-ті 25 көбейтеміз 100 миллион, 100-ді 3-ке көбейтеміз 300 миллион сантиметр екен. Енді бізге жауаптың ішінде сантиметрмен берілмейді, мұндай қылып миллиондатып. Енді қарандар, мен сол жаққа жазам. 1 километрде бізде 1000 метр бар да. 1000 метр бар. 1 метрді білесіңдер 100 сантиметр бар. Енді мына жердегі 1 метрдің орнына мына 2 нөлді қосып жібересіңдер. Сол кезде 1 километрде бізде 1000 болды. 2 нөл қосып жібересіңдер. Меше 100 000 сантиметр екен. Түсінікті. 1 километрде 100 000 сантиметр. И мына бізде неше нөл? 5 нөл да? 5 нөл. Мына жақтан 5 нөлді алып тастаймыз. Қараңдар. Осы нөлді алып тастаған кезде бізде тең болады 3000 тұра береді. И мына 5 нөл и сантиметр дегенді қысқарады да, ол орнына километр келеді екен. Все, 3000 километр. Екі елді мекеннің арасы 8 километр, масштаб берілген. Көрдіңдер ғой? Бұл 8 километр деген картадағы өлшем емес, ол шын өмірдегі өлшем да. Ж берілген екен бізде. 8 километр. Масштаб берілген. 1 бөлінген 100 000. Елді мекеннің картадағы өлшем бірлігі қалай дейді. Арт жақтағы формулаға барамыз. Карта бізде тең болады м көбейтілген ж. Карта тең болады м
ж. Осы жерде м деп тұрғанымыз 1 бөлінген 100 мың 8 километр. Вот. Енді қараңдар. 1 километрді бізде мана айтқандай 100 мың сантиметр болды да. Сәйкесінше 8 километрде бізде 800 мың сантиметр болады да. Мына жерге сонда 100 мың тұра береді. Жерге 800 мың жазып қоямыз. 800 мың сантиметр. Енді қарандар қысқарту болады. Мына жерде қаранда неше 5 нөл бар, сәйкесінше астында 5 нөл қысқарады. 8 бөлінген 1 бізде 8 сантиметр. Значит, картада бізде 8 сантиметр екен. Так, маған қарандар. Пішіні квадрат тәрізді жер бөлігінің сызбасы 1 бөлінген 500 масштабпен. 1 бөлінген 500 масштабпен. Оның қабырғасы сызбада. Сызба это не? Карта. Карта деп санайсыздар. Картада ол 16 сантиметр. Енді жер бөлігінің ауданын табуымыз керек. Шын өмірдегі ауданын табу керек. Қараңдар, бітесіңдер. Мына ерші. Мына бізде картадағы 16 сантиметр. 16 сантиметр. Біз S табатын болсақ, осы 16-ның квадраты болу керек еді. 256 сантиметр квадрат болу керек. Бұл бізде жердегі аудан да. Енді бізге оның картадағы аудан. Енді біз мынандай үлкен жердегі ауданы керек. Енді ол 16 сантиметр болмайды ғой шын өмірде. Оны тауып аламыз. Жерде берілген, масштаб берілген, карта берілген. Біз жердегі қабырғасын есептеп аламыз. Ж тең болады бізде қалайды. К бөлінген М. К-ның орнына 16 сантиметр, мұның орнына 1 бөлінген 500. Мынау деген уже шауып барып көбейту барады. 16-ны 500-ге көбейтіп жүреміз. 16-ны 5-ге көбейткен кезде бізде 80, 2 нөл тіркеп жібереміз. Сонда 8000 сантиметр. Мана айтқандай, жоға жаққа жазам қараңдар. 1 метрда бізде 100 сантиметр бар. Яғни 100 сантиметр деген 2 нөл, мына 2 нөл бит. Алып жіберемде, қанша болады сонда? 80 метр болады екен. Метрге алып жіберем. Сонда мынаның қабырғасы 80 метр, мынаның 80 метр. Осының ауданын бізде 80-ді көбейтеміз 80-ге. 80 квадраты алып айтқанда. 80 өткенде 64, 2 нөл тіркеп жібереміз. 64 метр квадрат екен. Түсінікті. 20 бөлінген 1 масштабымен салынған жәндіктің қанатының ұзындығы 15 сантиметр кетеді. Қанатының масштабтағы ұзындығын табыңыз дейді. Так. Жәндіктің масштаб берілген 50 бөлінген 1. Бұл жерде есеп ешқандай қате емес. 50 бөлінген 1 деген сөз ол үлкейтілген. Жоқ. Кішірейтілген. Үлкейтілген. Қанаттың ұзындығы ол шын өмірдегі жердегі 15 сантиметр. Бізге картадаға керек. Кешендер. 1 минут, 1 секунд. Бізге картадағы берілген екен ғой. Бізге жердегін табу керек. Енді қараңдар. Жәндік деген примерно деген мынандай. Ручканың бас сияқты. Осындай, мынау деген даже 1 сантиметрге баратын шығар. Примерно жәндік деген сол ғой. Ал 15 сантиметр болатын болса, 15 сантиметр деген ол мынандай. Мынандай жәндік болмайды. Тем более мынау қанаты. Мысалы мынандай жәндік болмайды да. Бұл уже құс па, сондай бірдеңе болады уже. Мынандай жәндік деген примерно мындай болады. Осы жердегі қанатының ұзындығын, кішкентай қанатын 50 есе үлкейтіп, неге суретке салған ғой. Енді мына жерде уже көрініп тұрған сендер масштаб 50 бөлінген 1. Негізі обычно 1 бөлінген 50 ғой.
Обычно деген үлкен ара қашықтықты кішірейтіп картаға салады. Ана жерде кішкентай нәрсені үлкейтіп суретке салған. Түсінікті ғой? Енді өшен жын табамыз. Ж қалайды бізде к бөлінген м. К-ның орнына 15 сантиметр, мұның орнына 50 бөлінген 1. Бірді бай көйтереміз, орны сөйтіп қала береді. 15 сантиметр бөлінген 50. Так. 15 пен 50 қысатып жібереміз 5-ке. Мұнда 10 шығады, мұнда 3 шығады. 10-нан 3 сантиметр. Это бізде 0,3 сантиметр. Енді мына жерде қараңдар. 1 сантиметрде бізде 10 миллиметр бар да. Мына жерге уже 1 сантиметрдің орнына 10 миллиметр қойып жібереміз. Мына жерге сантиметрдің орнына, біреудің орнына 10 миллиметрді қоямыз. Сол кезде 3 миллиметр шығады екен. Это возможно, шын өмірде мынандай ручканың басы болып айтқанда, осындай жәндіктің қанаты болуы мүмкін. Шыбын ба, сондай бірдеңе. Көп қабатты үйдің биіктігі 96 метр, сызбадағы көп қабатты үйдің биіктігі 24 миллиметр. Масштабтап дейді. Вот, қараңдар. Биіктік жердегі 96 метр. Ал картада бізде, сызба деген картада бізде 24 миллиметр. Масштабтап дейді. Жерге қараңдар. 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. 1 сантиметрде бізде 10 миллиметр бар. Мына 1 сантиметрдің орнына 10 миллиметр қойып тастаймыз. 100 көйділген 10 миллиметр. Бізде 1 метрде 1000 миллиметр болады екен. Масштаб тең болады. Картадағы ұзындықты жердегі ұзындыққа бөліп жібереміз. Картада 24 миллиметр, ал жерде 96 метр. 24 миллиметр тұра берсін. 96 миллиметрдің орнына 96, емі жерде қараңдар 3 нөл бар ғой. 3 нөлді қосып 96 мың миллиметр деп жазалады екен. Метрларын қысартып 96-ны 24-96 бөлетін болсақ 4 шығам екен. Я, мұнда 1 шығады, мұнда 4 шығады. Сонда 1 бөлінген 4, жерде 3 нөл бар, 4000. Немесе масштаб түрінде жазатын болсақ 1 бөлінген 4000. Вот, осындай түрде жазылады. Жер бетіндегі 360 километр ара қашықтық картада 4,8 сантиметрге сәйкес келеді. Осы картадағы 0,64 дециметр кесіндегі жер бетіндегі неше километр сәйкес келеді дейді. Қараңдар. Мына жер мындай қатынас. К1 бөлінген Ж1 тең болады К2 бөлінген Ж2. Просто мына екеуі арқылы бір масштабты тауып аламыз, сол масштабты тауып алып, ол масштабты мына жерге апарып қойып тастаймыз. Все. Қатынас арқылы шығаруға немесе жеке-жеке тауып алады. Тәбетек Ж1 берілген 360 километр. Карта 1 берілген 4,8 сантиметр. Ой. Масштабты тауып алайық, өшен сразу. М тең болады бізде К1 бөлінген Ж1. К1 деген 4,8 сантиметр. 360 километр. 360 километр деген 1 километрде бізде 1000 метр немесе 100 000 сантиметрде мен айтылды. 4,8 сантиметр. Асында 360. 360 мен жерге неше нөлі бар бізде? 5 нөлі қосып жібереміз. Нұқтап тастаймыз. 4,8-ді 36-ға бөліп жібереміз. Сразу бөліп жіберейін де.
Так, қараңдар, мына жердегі 4,8 бен 360-ты қысқартып тастаймыз. 360-ты 4,8-ге бөлгенде 75 шығады екен. Үстінде 1 қалады, астында 75. 75, сында неше нөл бар? 5 нөл бар. Бұл масштаб. Масштаб берілген, осы масштаб арқылы карта берілген бізде 0,64 дециметр жер бетіндегісін сұрайды. Ж2, К1, Ж2. Давай басқа түспен алайық осыны. Так. Ж бізде К бөлінген масштаб. К деген 0,64 дециметр, масштаб 1 бөлінген 75. 7,500,000 ба? 7,500,000. Як, так. Мына барады үстіне бүйтіп көбейтіліп барады да. 0,64 дециметрді 7,500,000-ге 7,500,000-ға бере көбейтеміз. 7,500,000-ді 0,64-ге 4,800,000 шығады екен. 4,800,000 дециметр. Енді қараңдар. Білейік. 1 километрді жаңа 1000 метр болды. Ал 1 метрді бізде 10 дециметр бар, да? Сол кезде бұл жерге 1 нөл қоса қоямыз. 1000 болды. Бұл жерге 1 нөл қоссақ 10.000 дециметр. 1 километрді 10.000 дециметр. Сонда қараңдар, мына 10.000 дегенде бізде 4 нөл бар. Мына жерде 4 нөл бет аласыңдар. Бүйтіп қысқартып тастайсыңдар. 480 километр шығады екен жауабы. Көрініп тұр ма екен сіздерге? Көрініп тұрған шығар. 4,800,000 дециметр, мына жерде 4 нөл бет қысқартып тастайсыңдар. Ол 480 километр. Мына жерде мен экранын көрмей қалып жатыр. Келесі масштабы 1 бөлінген 500,000 ба? 500,000. 500,000 болатын картада екі қаланың арасы 4 сантиметр болса, 4,5. Сол жер тауы керек баяғы. К бөлінген 1 бөлінген 500,000. 4,5-ті 500,000-ға көйдеміз. 2,250,000 сантиметр. 1 километрде 100,000 сантиметр, 100,000-ды. Так, 100,000 дегенде бізде 5 нөл. Мына жерде қараңда 5 нөл жоқ, бірақ мынаны сыртын бет сырғалап кетеміз. 22,5 километр болады. Өтірге дейін қайтсаймыз. Так, масштаб берілген, ара қашықтау керек. Сразу К бөлінген М, К деген 5, 1 бөлінген 200,000 и осындай нәрседен көйтіп жүресіңдер. Так, 2 миллионды 5-ке өткен кезде бізде 10 миллион шығады да. 10 миллион сантиметр, оның мұндай 5 нөлін бет қысқартып тастайсыңдар, ол километрге айналып кетеді. 100 километр шығады екен. Соңғы есеп қараңдар. Тік төртбұрышты алаңның ауданы бізде деген, давай қызылмен жазайық. Мына жерге басар жазайық. Бізде деген 73,500 метр квадрат. Масштабы 1 бөлінген 7,000. Сызбада осы алаңда кескіндегенде ұзындығы 5 сантиметрге тең тік төртбұрыштың
шықты да, соның енін табу керек дейді. Так. Мынандай нәрсе. Бет кескіндеген ұзындығы 5 сантиметр. Бізге ен табу керек. Пока ен асықпай тұра тұрайық. Ұзындығы 5 сантиметр, ол картада. Масштаб бар. Яғни жерде осы алаңның ұзындығы керек. Шын өмірде ұзындығын табу алайық. Карта бөлінген масштаб 5-ті бөлем 1 бөлінген 7 мыңға. Сонда 7 мыңда 5-ке көбейтсек 35 мың. Да, 35 мың сантиметр. 1 метрді 100 сантиметр. Мына 2 нөлі алып тастайын бай. Сонда 350 метр. Шын өмірде 350 метр екен. Енді мынандай үлкен ғой, пример. Мына 350 метр. Мына уже x бола салсын. Мына ауданы бізде 73500 метр квадратта. Енді тіктірпіштің ауданның формасын білетін болсыңдар. S-тен болады, бізде A көбейтілген болады. Немесе ұзындығының еніне көбейтіндісін айтты. S-ның орнына 73500-ді қойып тастаймыз. A-ның орнына 350. Бізге отырған x-ті табу керек енінде. X-тен болады 73500-ді бөлеміз 350-ге. 73500-ді бөлеміз 350-ге. 210 шығады екен. 210 метр дейді. Яғни енінің ұзындығы. Алаңның енінің ұзындығын табу керек. О, дұрыс екен. 210 метр. Осыны егер кескін дегенде сызбадағы, яғни картадағы ұзындығын тап десе, уже автоматически карта болып есептеледі ғой. Жер болып есептеледі. Карта тең болады m көбейтілген ж. Яғни 210 метрді көбейтеміз 1 бөлінген 7 мыңға масштабқа. 210 деген сөзіміз 1 метрде 100 сантиметр бар. 2 нөлін тіркеп жібереміз. 7 мыңнан 1. 7 мыңда 3 нөл бар. Мұнда 3 нөл бар, сатып тастаймыз. 21 мен 7 қысқарады 7-ге. Мұнда 3 шығады. Мұнда 3 сантиметрге. Мына жер сонда 3 сантиметр осындері. Бүгінге осы масштаб тақырыбын толықтай өттік. Қош, сау болыңыздар.